Брокколи бүкіл әлем бойынша рак ауруының алдын алатын және онымен күресетін бірден-бір өнім болып табылады. Сонымен қатар салмақ тастауда да белсенді роль атқарады. Брокколи ең алғаш 2000 жыл бұрын Греция мен Италияда пайда болған. Брокколи нағыз витаминдер мен минералдарға бай өнім. Оның құрамы әсіресе кальций, магний, фосфор, темір, натрий, калий, цинк, иод, витамин С, витамин А және омега-3-ке өте бай. Сонымен қатар, оның құрамында клетчатка көп болғандықтан, брокколиді жеу арқылы артық салмақтан оп-оңай құтылуға болады. Брокколидің адам ағзасына тигізетін ең негізгі 11 пайдалы қасиеттеріне тоқталатын болсақ, брокколидің ең негізгі бірінші пайдалы қасиеті, зерттеу нәтижелері брокколи пайда болып жатқан рак клеткаларын жойып, рак ауруының алдын алып және онымен күресе білетін бірден-бір табиғи өнім. Екінші пайдалы қасиеті, оның құрамында лютеин мен зеаксантиннің болуы көздің жақсы көруін жақсартады және катаракта ауруының алдын алады және онымен күреседі. Үшінші пайдалы қасиеті, брокколидің құрамындағы кальций, магний, фосфордың көп болуының арқасында ол сүйектер мен буындарды нығайтады және буын ауруларының алдын алады. Бұл сүйектердің жаңадан қалыптасып келе жатқан сәбилерде де маңызды рөл атқарады. Сондықтан брокколиді балалар да, үлкендер де үнемі тұтыну керек. Төртінші пайдалы қасиеті, брокколидің құрамында клетчатка мөлшерінің көптігіне байланысты, брокколиді үнемі өз рационыңызда қолдансаңыз, ол организмдегі токсиндер мен шлактарды, тұздарды, ауыр металдарды шығарып, ағзаны тазартады. Осының салдарынан қан айналымы жақсарып, қан қысымы қалыпқа келеді. Бесінші пайдалы қасиеті, брокколи сонымен қатар 100 граммға 34 килокалория ғана бола отырып, калориясының аздығымен де аса танымал. Осылайша, ол зат алмасуды жақсартып, артық салмақтан жақсы құтылуға көмектеседі. Келесі брокколидің 6-шы пайдалы қасиеті, оның құрамында калий мен натрийдің болуының арқасында организмдегі су-тұз балансын реттейді. Келесі брокколидің 7-ші пайдалы қасиеті, асқазан ішек жолдарының ауруларынан қорғайды. Соның ішінде асқазан ішек жолдарындағы рак ауруының да алдын алып, онымен жақсы күресе біледі. Келесі брокколидің 8-ші пайдалы қасиеті, ол иммунитетті көтереді және вирустар мен инфекциялық ауруларға төзімділікті арттырады. Сонымен қатар, күшті антиоксидант болып табылады. Келесі 9-ші пайдалы қасиеті, брокколи табиғи жасарудың бірден-бір көзі. Ол бет терісіне, шашқа, тырнаққа жақсы әсер етеді. Келесі 10-шы пайдалы қасиеті, брокколи клеткалардың қартаюын бәсеңдетіп, табиғи қартаю процесін баяулатады. Келесі 11-ші пайдалы қасиеті, брокколидің құрамындағы В витаминдер тобының көп мөлшерде болуының арқасында мидың жұмысын жақсартып, нервтік, психикалық аурулардың алдын алып, стресс, депрессия, ұйқысыздықпен күресе отырып, көңіл күйді жақсартады және есте сақтау қабілетін арттырады. Брокколиді қалай таңдаған дұрыс? Брокколиді таңдаған кезде оның түсіне аса назар аударған дұрыс. Оның барлық жері қанық жасыл түске боялған болуы керек. Айналасындағы сары түстер оның шектен тыс пісіп кеткендігін көрсетеді және ондай сарғайып кеткен брокколиді қолданбаған дұрыс. Ал енді брокколиді қалай дәмді етіп дайындауға болады, соған тоқтала кетейік. Ең пайдалысы әрине шикі брокколи, бірақ та оны қайнап тұрған тұзды суға 5 минут қана қайнатып алып жесеңіз де болады. Немесе дәл осылай 5 минут қайнаған брокколиді ұнға аунатып, тұз қосылған жұмыртқаға батырып, одан кейін кішкене май құйып табаға қуырып алып жесеңіздер өте дәмді болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, брокколиді қалағандарыңызша дайындап жей берсеңіздер болады. Шикі күйінде де, қайнаған күйінде де, духовкада запеченный күйінде де,
Бұқтырылған күйінде де, қуырылған күйінде де, салатқа қосып жесеңіз де болады. Қалай дайындасаңыз да брокколидің құрамындағы пайдалы ингредиенттердің 80% сақталады. Міне бүгін сіздер брокколидің ең пайдалы қасиеттерімен, оларды қалай таңдау керектігімен және қалай дайындауға болатындығымен таныстыңыздар. Енді осы ақпараттар сіздерге пайдалы болса, өз таныстарыңызбен бөлісіп, тағы да пайдалы кеңестерді біліп отыру үшін каналға тіркеліп қойыңыздар.